Жаным, ана кухняны су ағып қалды, соны жөндеп беріңізші. Жаным не қаласашы, оны сантехник шақырсашы. Оны өзіңіз ақ істей аласыз. Жоқ, қазір анау жетпейді, мынау жетпейді, анау болты жоқ, анау болады, мынау болады, онда қазір сантехник шақырса, келіп тез салады. Жоқ, шақырамын ба, оған қазір смесительға 10 мың дейді, жұмысына 5 мың дейді. 15 мыңыңыз кетіп қалды. 15 мың дейсің бе? Не болған оған? Көрейікші жүр. Ой, сен де. Өй, істеп қойдым шақпайды. Анау асташын кранны босап кетті ғой, несі, доңғалағы, кальцосы. Қаттылақ қоям, құрғақ болып қалды, көрі бар. Ой, Сұлтаным, сіздің қолыңыз тиген жер сразу жасалып кетеді. Мен сенгенсің істей алатыныңыз. Негізі. Мен сияқты жектер азайып кетті ғой қазір, Конечно. Тағы нелер бар әде, істеп тастайық, қыз өтістаймыз ба? Иә, ана перден жуайық, паластар жуайық, үйдап деп тастаймаймыз ба? Көрпені шығарайық далаға. Мә, осы мен де кішкене дандайсып кетем ме, айтпайтын кезде айтып. Үстіп мақтағанына алданып қаласың ғой, бірақ алданбасаң тағы болмайды. Алданған сияқты болып қалайын. Давай, бетейік. Көрпелерді қағып, магазинге батпаса жететін шығар, андағым бәрімен. Ертеңге де бірдеңеде қасында. Ана тұрмамады маған. Көзім бақырайды бүйте шатынайды. Алдымда басымен бауырымды бұрып кетіп қалдым. Кейде осы жігіт түсініп кетесің да, бірақ та Әйеліңді еркелетуді, ол ұнататын лақап аттармен атауды әдет ет. Оның кейбір кемшіліктерін байқамауға тырыс. негізі дұрыс айтады, осы мәз болсын шайтыр. Солай достар.